Nissan Primera P10. Şimdi торпеда шешу. Печканы ауыстыру. Неден бастаймыз? Бірінші мынаны аламыз. Мына жерде тұратын пластикті. Сосын екі жақ вертолетін обязательно шешіп тастаймыз. Өйткені шешіп жатып сындырып алуымыз мүмкін. Потом мешать етсе рөлді шешіп тастаған дұрыс негізі. Но бірақ мен шешпеймін оны. Сосын мына пластмасс шешеміз. Мына пластмасс, мынау астында 2 болт. Мына жақта тоже болттар бар астында. Мына жерлерде, төбесінде. Сосын мына ортаны бірінші мафонды суырып аламыз да, штекерінен айырамыз арт жағында. Содан соң мына жерде 2 шуруп, мына жерде 2 шуруп болады. Соны шешсек, мына бері қарай шығады. Бардачокты алып тастадым уже. Бардачок оңай, астында 2 шуруп қана. Бері қарай жатқызсаң ашылады. Көбісі осы пластмассты осы жерден шығара алмайды. Так, рөлді төмен қарай жатқызамыз. Осында пластмассты аламыз да, мына жерін бүйтіп былай майыстырсақ өзі шығады. Бір қолмен сәл-пәл ыңғайсыз болып тұр, бірақ шығарамыз. Осылай. Алып тастағаннан кейін щитокты шығарамыз. Үстінде 2 болт, астында 2 болт болады. Щитокты босатып алдық. Бері қарай тартылмаса, трос спидометрін капотты ашып, коробканың түбінен ажыратамыз. Сол кезде бері қарай тартылатын. Сосын осылай майыстырамыз да, штекерін суырамыз. Бері жағында 2 штекер суырылады. Сосын былай итереміз да, мына жағын тартамыз, и мына жақта 1 штекер болады. Щитокты шығардық. 3 штекер. Енді мына ортаны босатамыз. Так, мына ортаны шығардық. Мына кнопкалердің фишкасын шешеміз. Так, мынаны ауыстыратын адамдар көбісі түсінбейді. Мынаны қайтып шешеміз, қайтып аламыз деп осыны. Ең бірінші мына не жақта бардачоктың астында мына жерде трос тұрады. Қараңғы болып тұр, міне тұр. Темірінен шығарамыз, мына жерде стопыр болады. Тросты ұстап тұрған. Сол темірінен босатамыз да, тросты төмен қарай бассақ өзі шығады. Міне шықты. Енді мынаны бүйтіп кішкене бүйтіп итереміз да, бір жағына қарай майыстырамыз да, өзімізге тартамыз. Қай жағы ыңғайлы болады, сол жағын тартасыз. Болды. Сосын артында штекер болады, соны босатып ауыстыра бересіз. Штекерін босаттық. Болды. Осылай ауыстыра бересіздер. Сосын мына жерлерде шуруп болады. Мына жерде. Сосын мына кармашка болады. Кейбіреуінде қақпағы болмайды. Сосын мына 2 шетінде 2 шуруп, мына шетінде 2 шуруп босатсаңыздар, мына бері қарай шығады. Так, одан кейін мына астыңғы кармашканы алу үшін мына жерлерде шуруп болады. Оны босатамыз. Мына жерде 1 шуруп. И және мына жерде тағы 1 шуруп болады. Соның бәрін босатамыз да, мынаны алып тастаймыз. Сосын мына жақта шуруптар болады. Міне шуруп. И мына кішкентайда шуруп болады. Мына жерде и астында біреу ұстайды. Соны босатамыз. Сосын мына астыңғысын алып тастаймыз. Мына бөлек алынады. Содан соң торпеданы ана жерінде 10-дық болт. Мына жерде 10-дық болт. Міне. Соны шешеміз. Сосын щитоктың артында 10-дыққа тағы біреу болады. Кейбіреуінде болады, кейбіреуінде болмайды. Сосын мына торпедада мына заглушканы ашса, ар жағында 10-дық болт. Мына жағында да, мына жағында да. Так, мына ортаны алып тастадық. Бардачок жақтағылардың бәрін алдық. Мына жақтың бәрі алынды. Енді мынаны босатамыз, 10-дық. Торпеданың үстінде 10 болады. Щитоктың артында мына жер и olsun. Босатып тастаймыз.
Так, ондық болттарын босаттық. Енді торпеда оңай шығу үшін мына боковойдағы пластмастарды алып тастаймыз. Сол кезде қысылмай әдемі шығады. Бірінші мына резинкадан тастаймыз. Резинкасын суырып тастаймыз да, үстінен тартамыз былай қарай. Чық шығады. Плоский отверткамен ақырындап бүйтіп тығамыз да, бірақ до конца тартпаймыз. Өйткені соңғысын бүйтіп жоғары тартқан кезде шығады ғой. Соңғысы осындай ілмек болады. Если айырбак болса, базардан 1200-1500 теңгеге осындай шестигранник аламыз, ортасы тесік. Осы мынаны босатамыз міне. Екі жерінде болады. Айырбакты суырып алдық. Мына екі жерде екі болт ұстайды. Мына шетінде мындай кішкентай болттар болады. Осы екеуін шешеміз. Болт айырбакты жоғары қарай тартып ала саласыз. 2 штекерін шешсеңіз болды. Болттардың бәрін суырып болған соң өзімізге қарай тартсақ, торпедасы спокойно шығады. Тартып алып, былай қарай шығарып жібереміз. Торпеданы шешіп алып тастадық. Торпеданы шешкенмен әлі мәселе біткен жоқ. Мынаны аламыз. Үстінде 2 болт болады. Мына жерінде аламыз. 1 болт болады. Сосын мына касаны аккуратно мынандай оралған жерінен астын бассаңыз шығады. Мына жерін бүйтіп жоғары қарай шығады. Аккуратно касаны шығарып аламыз да. Мына темірді шығарамыз. Мына жерге 10-дық 2. Ортаны босатасыз. Мына жерлер тоже 10-дыққа ұстайды шетінен. И мына жерде 12 4 болт ұстайды. Соны шешіп аламыз да, темірін алып тастаймыз. Что бізге мешать етпес үшін, печканың корпусына бару үшін. Егер мына ортадағы пластик мешать ететін болса, оны шешіп тастауға болады. Оны шешу оңай. Мына жерде 1 болт. Арғы бетінде де. Сосын мынаны тартасыздар. Мына бұралып шығады. Ручкасы. Кейбіреуінде қатты болуы мүмкін. Қосымша бір плоскосы сияқты бірдеңкемен қысып шығарсаңыздар болады. Кожухын алып тастаймыз. Мына жерде 2 болт. Сосын мынаны жоғары тартсаңыз шығады. Мына жерде 2 болт. И на сиденье мына жерінде 1 болт. Мына жағында 1. Соны шешсеңіз, жоғары көтерсеңіз шығады. Жағдай міне осылай. Ортадағы темірді ана жағын шешіп, кішкене майыстырсаңыз да болады, полный шешіп тастасаңыз да болады. Өз ыңғайларыңа қарай, короче. Енді ондық болттар қай жерде бар, соның бәрін шешеміз. Астында бар. Үстінде бар. Мына жағында да бар. Астында. Так, капотты ашып, печкаға кеткен подача мен обратканың патрубкалерін босатып аламыз. Міне мына екеуі. Міне осылай босатып аламыз. Мына максималның көтерілген печкасы. Новый сияқты. Осылай корпусын жерге шығарып алсын да. Мынандай губкаларын обновить етіп, ескіріп кетеді, шіріп кетеді, осыларды жаңарту керек. Мына жақ қоспасында. В общем, қай жерде губка бар, старыйын бәрін алып тастау керек. Мына старый міне. Іріп кетеді, шіріп кетеді, короче. Осыларды алып тастайсың да. Самоклеющий губка жапсырасың осының бәріне. Мына жерге, желательно ішіндегі заслонкілердің шетіне де, особенно мынаған. Өйткені ол ыстық суықты ауыстырып тұратын заслонка. Екі бетіне де жапсырып тастау керек. Айналдыра. Мына бетіне де, мына бетіне де.
осына новый печканы салған кезде бірінші салып көресің мына жерге. Если мынау тығыз кіру керек қой. Свободно болса, мынау сияқты айналдыра самогреющий губка ұрып тастау керек. Сол кезде қозғалмайтын болады. Новый печка екен. Максиманыкі. Nissan Primera'ның өзінікі тонкий болады. Мынау толстый. Примеранікі осындай ақ болады ғой.